Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Гемоглобин қанның құрамына кіретін ақуыздың атауы. Оның негізгі қызметі біз тыныс алу кезінде жұтатын оттегі молекулалармен бірігіп, қан ағымымен басқа мүшелер мен ұлпаларға тарайды. Екінші маңызды міндеті оттегін тасымалдау. Көміртегі диоксидін ұлпалардан алып, керісінше өкпеге апарады. Біз тыныс алу арқылы көмірқышқыл газының тіндерін тазалаймыз. Бір сөзбен айтқанда, гемоглобинсіз толыққанды дем жұту, дем шығару мүмкін емес. Сондықтан да оның түсуіне жол бермеңіз. Әрі түскен жағдайда көтеру шараларын қарастыру керек. Гемоглобиннің түскенін қалай анықтаймыз? Егер ақуыз аз болса, онда адам жеткілікті жағдайда ауа жұта алмайды. Жүрек, ми және басқа да органдар оттектің азаюынан зардап шегеді. Бұл кезде адамның жұмысқа ықыласы төмендеп, жалпы жағдайы нашарлайды. Сонымен қатар, адамның бойын әлсіздік, әлжуаздық билейді. Тез шаршағыш болады, басы жиі айналады, жүзі солғын тартады, әсіресе қызыл иек бозғылттанып, ағара бастайды. Жеңіл әрі тез ентігу болады, жүрек қағысы да жиілейді. Міне, осы белгілерді өз бойыңыздан байқасаңыз, дереу терапевт дәрігерге тексеріліңіз. Гемоглобиннің деңгейін қан сараптамасын жасап анықтайды. Жалпы, жоғарыда айтылған белгілер гемоглобиннің және де басқа да дерттің белгісі екенін біле жүріңіз. Мәселен, қаназдықтың белгісін білдіріп, жүрек қан тамыр жүйелері сыр беруі мүмкін. Сондықтан да өз бетіңізше ем қабылдаудан алдын міндетті түрде дәрігердің алдынан өтіңіз. Гемоглобинді көтермесеңіз, мына қауіпке ұрынасыз. Дәрігер сізді толық тексеруден өткізген соң гемоглобиннің неден түскенін анықтайды. Көп жағдайда жүктілік пен емізулі кезде гемоглобин түседі. Оған қалыпты жағдай деп қарауға болмайды. Дәрігер ұсынған ем шараларды толық жүргізу керек. Одан бөлек, арықтауды мақсат еткендерде де гемоглобин төмендейді. Егер оны өз қалпына келтірмесеңіз, онда созылмалы бүйрек ауруына, бауыр циррозына, гипотиреоз, түрлі қатерлі ісік ауруына шалдығу қаупі бар. Гемоглобинді қалай көтереміз? Гемоглобин төмендеп кеткен бе? Соңғы кезде өзімді жайсыз сезініп жүрмін деп, өзіңіз үйде бал ашпай, дәрігерге қаралыңыз. Оған қоса, мен ұсынған мына 6 әдісті қолданыңыз. Бірінші, құрамы темірге бай азықтарды тұтыныңыз. Гемоглобин темірдің жетіспеуінен төмендейді. Сондықтан да құрамы темір элементіне бай тағамдарды жеуге әдеттеніңіз. Нақтырақ айтқанда, ет пен балықты, бауырды, бүйректі, жүрек пен сиырдың желінін, саумалдықты, қырыққабатты, брокколиді, басқа да жасыл түсті көкөністерді, фасоль мен чечевицаны, жұмыртқаны, жаңғақ пен шикілдеуікті, кептірілген жемістерді үзбей жеуге тырысыңыз. Екінші, фолий қышқылын қабылдаңыз. Фолий қышқылы бетта тобындағы дәрумендердің бірі. Ол гемоглобиннің бір бөлшегі ретінде ағзаны толықтырады. Егер бұл затты жеткілікті түрде қабылдай алмасаңыз, онда ағза фолий қышқылының жетімсіздігінен туындаған қан аздыққа шалдығады. Фолий қышқылын салат жапырағынан, саумалдықтан, қырыққабаттан, фасоль, горох пен чечевицадан, қоян шөптен, тауық жұмыртқасынан таба аласыз. Үшінші, С дәруменін ұмытпаңыз. Құрамы темірге бай тағамдар мен биоқоспаларды қабылдау жеткілікті. Десе де, ағзаңызды С дәруменімен толықтыру тіпті керемет болмақ. Сондықтан да С дәруменінің қайнар көзі болып табылатын апельсинді, мандаринді, грейпфрутты, құлпынайды, қара қарақатты, саумалдық пен қырыққабатты үзбей жеуге кеңес береміз. Төртінші, А дәрумені де айтарлықтай қызмет атқарады. А дәрумені немесе бета-каротин де өте маңызды элемент. Гемоглобиннің алдын алу үшін құрамында А дәрумені кездесетін балықтың майын, тәтті картоп, саумалдық пен асқабақты көбірек жеңіз. Бесінші,
кальций элементінің де маңызы бар. Темірден бөлек кальций элементінің де гемоглобин мөлшерін қалпына келтіретін қасиеті бар. Сондықтан да тамақтану мәзіріңізден йогуртты, кефир мен творогты, соя тұздығы мен інжірді түсірмеңіз. 6. Құрамы темірге бай биоқоспаны қабылдаңыз. Ескеріңіз, мұны өз бетіңізше қабылдауға болмайды. Міндетті түрде дәрігердің рұқсаты керек. Дәріханадан табылатын бұл биоқоспалардың қай-қайсысы болса да түрлі дәрумендер мен микроэлементтерге бай. Мәселен, А дәруменінің мөлшерінен артық қабылдасаңыз, онда гипервитаминозға шалдығасыз. Бұл кезде жалпы жағдайыңыз нашарлайды, бас сүйек ауруларына тап боласыз, шашыңыз түсіп, көру қабілетіңіз нашарлайды. Сондай-ақ темір элементі де артығымен қабылданса, ағза гемохроматозға шалдығады. Салдарынан бауыр, ұйқы без, қалқанша без, жүрек қан тамыр жүйесі ауырып, түрлі қатерлі ісіктің туындауына себепші болады. Ақпарат ұнады деген ойдамын. Тағы да қандай тақырыпта ақпараттар күтесіздер, пікір қалдыра кетіңіздер. Каналға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңырау белгісін баса кетіңіз.